Қонақасы Қазақстан тұрғындары бұл дәстүрді жақсы біледі. Қонақасы қонаққа арналған дәмді мәзір. Дәстүрлі қазақ қоғамында үйге тосын келген немесе арнайы шақырылған қонақтың қадір-құрметіне, жас мөлшері мен туыстық қатынасына қарай сойылған малдың мүшелерінен сыбағалы табақ тартады. Қонақасы қазақша ет мүше тарту. Қонақасы бұл қонақтарға арналған дәмді тағамдармен байланысты дәстүр. Мейірімділік, қонақжайлылық, құрметтеу және сыпайылық. Қазақ халқы қонақтарға қонақжайлылық үшін белгілі болды. Қонақтар үш түрге бөлінеді. Арнайы қонақ, арнайы шақырылған қонақ. Құдайы қонақ, кездейсоқ саяхатшы. Қыдырма қонақ, күтпеген қонақтар. Қонақ күтуден адамның қандай жақсы қасиеттері көрінеді? Қонақ күтуден адамдар арасындағы сыйластық, мейірімділік, сүйіспеншілік, жылы шырай танытушылық, кеңпейілділік, жылы жүректілік байқалады. Қонақасы сөзі қонақ және ас деген екі сөздің бірігуінен құралған. Қонақасы ұғымы келген қонаққа арнайы дайындалатын ас деген түсінікті білдіреді. Қазақ халқының ұлттық дәстүрлерінің бірі қонақжайлылық. Қонақжайлылық адамдар арасындағы сыйластықты, бір-біріне деген құрметті, қамқорлықты көрсетеді. Туған туыс, дос-жарандарын құрметтеуді үйренеді. Жақсы қонақ құт береке. Ертеде қазақтар үйіне жақсы адам келсе, сонымен бірге үйге қуаныш, бақыт, жақсылық келеді деп қуанатын болған. Құтты қонақ келгенде қой егіз табады деп жақсылыққа жорыған. Өйткені жақсы адам қонаққа жақсы ниетпен, жылы тілекпен, мейірімді жүрекпен барады. Дастархан басында жақсы сөздер айтып, көңілді отырады. Айналасына күлкі, қуаныш сыйлайды. Халқымыздың тарихи, әлеуметтік, тұрмыстық жағдайларындағы ерекше қымбат дәстүрі қонақжайлылық. Үйге келген қонақты құрметпен қарсы алып, мал сойып, қонақасы беруші жомарттықтың, елдіктің үлкен белгісі. Қазақ семіз қойын, басқа да жылы жұмсақ тағамдарын қонаққа әдейі сақтап, қонақ келеді деп күтіп отырған. Құдайым, би қылмасын да, би түсетін үй қыл деп тілек тілеген. Қазақ үйіне қонақ түскенді мәртебе, бақыт санаған. Қонақ та кез келген үйге түспей, қонақ жай, дастарханы мол, таза, көргенді ұл қызы бар үйге түсетін болған. Қазақтың әр үйі өзінде қонақтың ырыздығы бар деген ұғым қалыптасқан. Халық дәстүрінде қонақ шақырмау, қонақты үйге түсірмеу үлкен айып болып саналады. Қонақтың арнайы қонақ, құдайы қонақ деп бөлінеді. Қыдырма қонақ дегенде бар, бірақ ол сыйлы қонақ емес. Халқымыз үйіне келген қонақты құдайы қонақ, арнайы қонақ, кезбе қонақ деп бөледі. Құдайы қонақ алыс жолға шыққан, жолаушылап бара жатып, жол жөнекей түскен бір елдің сыйлы адамдары. Олар өздерін құдайы қонақпыз деп таныстырады. Ал арнайы қонақ шақырумен келген мейман. Кезбе қонақ ел аралап, ойын сауық құрып жүрген жандар. Немесе көрші ауылдардың бір-біріне қыдырып қонақ болып келуі. Бірақ осы үш түрлі қонақтың қай-қайсында күту, құрмет көрсету міндетті. Қонақ күту деген бұл жалпы қазақтың емес, қазаққа келген, қазақ туралы жазған бүкіл жазушылардың, саяхатшылардың бірінші кезекте назар аударып, ең бір қазақтың жақсы қасиет деп сипаттап біткен, қазақтың мойнына біткен қасиет, қонақжайлық қасиет. Бұны айтамыз, бұл даланың жазылмаған заңы. Қазақтың бұл еншіге түспеген қасиет қонақжайлық деп Алаша хан заманынан деп айтады.